Қытай сайттарының бірі Темудан заттарға тапсырыс бермегелі 1 жыл болыпты. Алдыңғы жылы ұлыма тапочки тағы басқа заттар тапсырыс бергенде арзан әрі жақсы сапада келген болатын. Енді осы жылы көптеген заттарға тапсырыс бердім. Барлығы жақсы келді деп айта алмаймын. Ішінде өзіме ұнағандары да бар, ұнамағандары да бар. Және сіздермен бірге распаковка жасағым келді. Бүгінгі видеомда сіздерге Қытайдан берген тапсырыстарыма обзор жасаймын. Және көптеген адамдардың наразылығы Темудан заттар өте ұзақ мерзімде келеді дейді. Бірақ менің заттарым уақытында келді. Заттар тез келу үшін бар болғаны тапсырыс бергеннен кейін заказды ускорять ету керек. Сол кезде шекарадан да, таможнядан да тез өтіп почтаңызға уақытында келетін болады. Және келу барысында қайта-қайта отследить етіп отырсаңыз да дәл уақытында келетініне сенімдім. Ал енді сіздермен бірге заттарыма распаковка обзор жасайтын боламын. Тему сайтынан алғаш беріп тұрған жоқпын, заттары қандай екенін шамамен білемін. Осыған дейін Қытай сайттарынан Pinduoduo сайтынан талай заттар алған болатынмын. Бірақ Pinduoduoның ұнамайтыны салмағына заттар келген соң ақша төлейсің. Ал Темуда олай емес, Қазпочта немесе жаңа постқа да келеді. Pinduoduoдан тек айырмашылығы сәл қымбаттау, бірақ келген соң салмағына ақша төлемейсің. Бірінші берген затым қызыма анатомиялық кроссовка. Қызым енді жүріп бастаған соң оған дұрыс аяқ киім таңдау маңызды. Негізі мен Қытайдан арзан аяқ киім алуды қолдамаймын, себебі аяқтағы жағымсыз иіс пайда болуының себебі де сапасыз арзан китайский аяқ киімнің кесірінен болуы мүмкін. Бірақ мен мына аяқ киімді Темудан көрген соң, отзывтарында оқыған соң қатты алғым келді. Бәрібір қызымның аяғы тез өсіп кетеді деп осыны отзыв бойынша таңдап алдым. Көп адамдар аяқ киім сасымайды деген отзыв қалдырыпты. Қызыма дәл болып тұр. Аяғының басуына да өте ыңғайлы екен. Негізі қызымның өзінің аяқ киімі бар еді, бірақ мынаумен ауыстырып киер дедім. Қысқасы аяқ киім маған да қызыма да ұнады, бірақ иісі жоқ деп айта алмаймын. Bir жуып алып, үй жаққа ойынға кигізе бердім. Келесісі бізде 20 түсті тігінге арналған жіп. Білесіздер, YouTube арнама DIY түсіріп жүрмін. Үйде тағы да ескі киімдер бар, соларды қайта өңдеуге осы жіптер керек. Жалпы тауардың көңілінен шықпады. Жіп сайттағы суретке мүлдем ұқсамайды. Бұлай айтқанда, бұл сатушының алдауы деп білемін. Ал мына кішкентай катушкадағы жіптер ұнады. Негізі катушкасына қызығып алған болатынмын. Себебі тігін машинамда 2-ақ түйір осындай катушка қалған. Бұл катушка тігін машинасына арналған. Тауар маған ұнады, футлярмен келген екен. Бағасына тұрарлық небәрі 393 теңгеге алдым. Келесі зат бізде осындай тренажер. Бұны көбінесе әйел адамдар алады екен, бірақ кейбір атқа мінетін ер азаматтар да алады екен. Жалпы универсальный. Бұл аяқ пен қолды жаттықтыруға арналған құрылғы. Жамбас, кіші жамбас бұлшық еттерін босанғаннан кейін қалыпқа келтіруге көмектесетін тренажер. Келесі өзіме контентіме арналған кішкентай селфи палка. Бұл штатив те болады. Өзімнің үйдегі штативім көбінесе сыртқа шыққанда сумкама сыймайды. Бұрын менде осындай штативім болған, бірақ балам сындырып қойды. Ол кездегі штативімнің сапасы бұдан да жақсы еді. Бірақ мынау да бағасына тұрарлық деп ойлаймын. Ол кездегі селфи палканы 4000 теңгеге алсам, мынаны сайттан небәрі 800 теңгеге алдым. Бұл телефонмен видеоны алдымен де, артымен де, вертикалды, горизонтальны түсіре береді. Селфиге арналған кішкентай пульті де бар. Қысқасы бағасына тұрарлық. Келесі зат тоже тігінге арналған. Жалпы тігінге біраз заттар тапсырыс бердім. Соның ішінде осы джинсыға арналған застежка түймесімен келді. Жақында сіздермен тағы бір ескі джинсыйды қайта өңдеу туралы видео шығарам. Соған керек болады. Оны небәрі 475 теңгеге алдым. Сапасы, түсі өзіме қатты ұнады. Бұйырса, менен осы туралы DIY видео күтіңіздер. Қазір жаз мезгілі басталған соң күннің көзіме түскені ұнамайды. Әсіресе Астананың күні ерекше қатты түсетін сияқты. Өзімнің басыма киетін кепкам ескіріп қалған соң осы бежевый түстегі екі жақты да жауып тұратын бейсболка заказ бердім. Басқаларға қалай екенін білмеймін, өзіме қатты ұнады. Өте сапалы тігістермен, дизайны да өзінің ыңғайыма қарай.
Жаз мезгілінде көбісі табиғат аясына демалысқа шығады, әсіресе сол кезде таптырмас бас киімдер едім. Басында келгенде бүктеліп келген себептен қыржын болып, киген соң баста қисық тұрғандай көрінеді. Бірақ бір үтіктеп жіберіп едім, таза бейсболка екен, күннен көзімді жақсы қорғады, маңдайымдағы терсімді де күннің көзінен қорғады. Бұны небәрі 955 теңгеге алдым. Тағы да тігінге арнап 20 штук швейный машина инесін алдым. Білесіздер, алдыңғы видеода қызыма ескі джинсидан сарафан тігіп жатып, 2 ине сындырып алған болатынмын. Енді бұл инелер арасында джинсы матасына да, жұқа матаға да арналған өлшемдері бар. Небәрі 483 теңгеге алдым. Сапасы өзімнің көңілімнен шықты. Себебі Қазақстанда бұл инелер 2-3 мыңның көлемінде. Өте арзан бағада осы қайшыда тұр екен. Жалпы үйге қайшы алып қойсам артық етпейді. Әсіресе мата қиюға өткір дұрыс қайшы керек. Солай Қазақстанда 2000 теңгеге тұрған қайшыны сайттан небәрі 693 теңгеге алдым. Сапасы өте жоғары, өткір, матаны жақсы кеседі. Көлемі де сайтта кішкентай деп еді, бірақ байқап тұрғандарыңыздай үлкен екен. Бұдан үлкені болды 1000 теңгеге. Ол енді бұдан үлкен болса қандай болады екен, тіпті елестете алмаймын. Қысқасы, бұл қайшы маған қатты ұнады. Және әрине ас үйіме арналған осындай тряпка. Ішінде 3 данасы бар. Ұмытпасам 200 теңгеге алдым. Негізі бұны көкөністерді жууға арнап алғанмын, әсіресе огурцы жууға қолайлы. Осы жылдағы бірінші алған заттарым осы. Келесі күні тағы да Қазпочтаға барып, кейін берген заттарымды алып кетуге шықтым. Екеуін 2 бөлек бергенмін. Бұл жолға тауар да кешікпей дәл уақытында келді. Бұл жолы енді шынымен де маркетингтің құрбаны болдым десем болады, себебі арзан очкилер заказ беріп, вживую ол өте арзан екені қатты білініп, ақыр соңында ұлыма ойнауға бердім. Және бұл жолы қызыма да, ұлыма да корей стиліндегі очкилер заказ бердім. Қысқасы, очкилер покупкасы болды. Келесі зат смартфонның бетіне арналған стекло. Бұл өте ыңғайлы екен. Әдетте телефонның бетіне стекло жабыстыру үшін мобильді сауда орталықтарына барып, 2000-3000 теңгеге жабыстыратын стеклоны 500-600 теңге көлемінде алдым. Әрине, Каспий дүкенде бұдан арзандары да бар. Тіпті 100-200 теңгеге де сатып алуға болады. Бірақ мендегі стекло профессионалдар емес, кез келген адам жабыстыруға ыңғайлы етіп жасалынған. Смартфон экранына арнайы сүрткіштері де, наклейкалары да бар. Осымен экранымды сүртіп, бетіне дәл инструкциясы бойынша орнатып, астынан пленканы тартып қаласың. Сол кезде ешқандай шаң да, ауа да экранда қалып қоймайды. Бұл өте оңай екен, маған қатты ұнады. Келесі зат ақша жинауға арналған сейф, кітап пішінінде. Біздің тілмен айтқанда кітап сейф. Бұны негізі сыйлыққа алғанмын, сондықтан ашып көрсете алмаймын, ал негізі видеодан қарағанда осындай. Мен орташа көлемдегісін алдым. Үлкен сейфтің ішіне де сақтауға болады. Ақша және алтындарды сақтауға ыңғайлы. Үйімдегі өлшеуіш лентамды балалар жыртып үзіп тастаған еді. Өзім киім тігіп жүрген соң маған осындай өлшеуіш керек болды. Небәрі 410 теңгеге алдым. Сыртында футлярмен өте ыңғайлы екен. Және тағы да тігінге арналған зат, матаға қыстыруға арналған кішкентай қыстырғыштар. Көбінесе тігін тігу барысында инемен қыстыру ыңғайсыздау болады. Матаның шетін қайырып тігу барысында қыстыруға өте ыңғайлы. Келесі өзіме тағы бір очки, бұны да арзан бағада алған болатынмын, бірақ бұны арасында киіп жүрмін. Әсіресе ауа райы нашар кезде киюге ыңғайлы. Кейде біздің үй жақта қатты жел болғаннан көзіме шаң кіріп, көзімді аша алмай қалған кездерім болған. Сол кезге деп осы хамелеон очки алдым. Күн жоқ кезде линза прозрачный болады, ал күн түссе бірден қара түске айналып, күннен қорғайды. Ал мына очкилерді мен балаларыма алдым. Екеуі 400 теңгеге шықты, екеуінің де түстері бір түс. Әртүрлі түсте алмаған себебім балаларым таласып қалады, сондықтан қызыма да ұлыма да осы түсінен бердім. Корей стиліндегі очки қызыма қатты ұнады. Ұлым да көптен бері очки сұрап жүрген еді, бірақ ұлыма басында көрсеткен жаңа қара очкиді берген болатынмын. Қуана садикке киіп жүр. Ал ең соңғы тапсырысым өзіме қатты ұнаған тауарлардың бірі осы қызыма әдемі көйлек. Осындай сападағы дәл осындай көйлекті мен Қазақстанда 8000 теңгеге көрсем, Қытай сайтында 3000 теңге дегенде таң қалдым. Шыны керек, сапасы жағынан қатты күмәнданып едім.
бірақ дәл суреттегідей келді. Өзіме де қызыма да қатты ұнады. Бұйырса қонаққа барғанда немесе қыдырғанда кигіземін. Алдымыз толығымен жаз, сондықтан матасы жұқа, жұмсақ, әдейі жеңі ұзынын алдым, себебі жаз мезгілі шыбын, шіркей, маса сияқты жәндіктерден қолын қорғап тұрсын деп. Өте әдемі әрі жеңіл көйлек екен, размері дәл келіп тұр, шынымен де көңілімнен шықты. Бүгінгі распаковкам сізге ұнады деп ойлаймын. Егер қандай да бір көмегім тиіп жатса, қуаныштымын. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Осыған ұқсас қызықты видеоларды көптеп шығаратын боламын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгінгі видеода сіздермен бірге болған Каусар. Келесі видеода кездескенше.